Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге USD/GPI валютасына анализ жасап көретін боламыз. Достар, бүгін біз сіздермен бірге дәл осы валютамен сделка ашпайтын боламыз. Өйткені бүгін бізде Quotex платформасы демалысқа байланысты жұмыс жасамайды, және Pocket Option платформасы да демалысқа қарай жұмыс жасамайды. Бұл жерде тек қана Euro USD OTC валюталары ғана жұмыс жасайды. Дәл осы валютный паралар OTC валютный параларымен бізге жұмыс жасау өте ыңғайсыз. Себебі қазір нарықта тұрақсыздық және accumulation болып жатқан себепті дәл осы OTC валютасымен біз реальный счетқа да, демо счетқа да өте алмаймыз достар. Так что достар, бүгін біз тек қана TradingView платформасында өзіміздің анализдерімізге жұмыс жасап практика алмасатын боламыз. Алдымен достар, біз әдеттегідей көпшілік көзқарасын сызбаламыз трендовый линияны. Бізде жалпы графикке қарайтын болсақ, бізде графиктің қозғалысы бұл лонг позициясына қарай кетіп жатқанын байқауымызға болады. Мұнда қарайтын болсақ жақсылап, мұнда қанша разворот болған және олардың объемдары қай бағытқа қарай секірген. Былай айтқанда, астындағы объемдары мен үстіндегі разворот болған свечаларды қай уақытта, қай ценовый скопление уақытынан қай жерге дейін секіріп, қай жерге дейін түскен. Вот соны бірінші есептеп аламыз. Бізде достар нақтылап қарайтын болсақ, бізде мына жерден бастап есептейміз. Дәл осы жерден мен бұны көк сызық қыламын. Осы жерден басталды деп есептейміз. Жоғарыға қарай секіруді осы жерден басталды. Өйткені не үшін бұл жерден деп айтып тұрмын достар. Вот қарайықшы, мына жерге жақсылап қарайық. Бізде мұнда уже мынау стрелка, мысалы мына жерден ценовый скопление қарайық, 145-тен 381-ге дейін уже бара жатыр екен жоғары қарай. Астындағысына қарайтын болсақ, 145-те 166-ға дейін көтеріліп жоғары қарай. Негізінде мұндағы ситуацияны көпшілік ойлаған еді, шорт позициясына түседі деп. Осы жерден түспеді. Осы жерден не үшін түспеді достар? Білесіздер ма? Өйткені бізде астында сатып алушылар қауымы өте мықты болды достар. Міне астында поддержка аймағы. Значит, астында ең үлкен крупный сатып алушылар бар екенін білдірді бұл жерде. 145-те 150-ге дейін барып келді. Бірақ ары қарай сатып алушылар ассалаумағалейкумді күтіп алған себепті ары қарай сатып алушылар сатушыларды жоғары қарай итеріп көтеріп тастады. Міне мына жақта трендовый линия қарайтын болсақ, бізде жоғары қарай әлі кетіп бара жатыр. Бізде енді свечаның денесімен разворот болған, остановка болған аймақтарын бірінші белгілеп аламыз достар. Бірінші біз сопротивление аймақтарын белгілеп алу үшін бірінші олардың остановкасын жасап алуымыз керек достар. Мұнда жақсылап қарайтын болсақ, да мен сразу скопление болған жерлерін белгілеп кетем. Міне мына жерде болған скопление, сарымен белгілеп кетем мен әдеттегідей. Міне мына жерде скопление басталған, баға тұрақсызданған былай айтқанда. Мына жерде скопление басталған міне. Бізде жақсылап қарайтын болсақ, екі развороттың екі шетінде екі скопление тұр. Мұндағы келешектегі баға жоғары қарай кетеді деп ойлайсыз ба, әлде төмен қарай түседі деп ойлайсыз ба? Вот вопрос. Енді достар, нақтылап зерттейтін болсақ, біз енді сопротивление